Құрметті достар, бәріңізге ассалаумағалейкум. Біз бүгін Алматы Қаскелеңдегі Барс базарына келіп отырмыз, автокөлік базарына. Сіздердің назарларыңызға осы жердегі жаңа бағалармен таныстырып өтетін боламыз. Достар, видео ұнаған болса, немесе пайдасы тиген болса, астына лайк басып, арнамызға жазылып, өз пікірлеріңізді комментарийға қалдырып отырыңыздар. Ал біз бастаймыз. Айтпақшы, бүгін шілденің 9-ы 2023 күн жексенбі. Ал кеттік, мына Ипсумнан бастайық. 97 жылғы минивэн 7 орындық Toyota Ipsum 2 қозғалысымен автомат 3/6 сұрап тұрған бағасы. Телефон номер назарларыңызда, төбесінде ешқандай рейлинг жоқ, өздеріңіз байқасаңыздар. Мата салонында автокөліктің жағдайы осындай. Toyota Ipsum көлік ұнаған болса, көріңіздер, хабарласпаңыздар. Сонымен достар, арзан қатардағы 94 жылғы өздеріңіз көріп тұрғандай Subaru Legacy универсал түрдегі 2/2 автоматымен 2/6 телефон номер назарларыңызда. Төбесінде мынандай рейлингі бар. Артындағы парковкамен, 02 регионымен осындай жағдайдағы универсал түрдегі Subaru Legacy көріңіздер. Көлік ұнаған болса, хабарласпаңыздар. Сонымен келесі көретін көлігіміз Mercedes-Benz 91 жылғы 2/8 автомат 1.900.000 телефон номер назарларыңызда. Өздеріңіз көріп тұрғандай осындай ақ түсте әдемі титан дискі кигізіп қойған екен. 124 шанақтағы Mercedes-тердің бірі. Мерс ешкі деп аталып қояды. Көріңіздер, көлік ұнаған болса, хабарласып қойыңыздар. Қатарында тағы да бір сұр түстегі Mercedes көріп тұрмыз. 95 жылғы 3/2 автоматымен осындай оригиналдық әдемі дискісімен телефон номерін көрсетейік, және бағасы, газ, бензин, номер телефон назарларыңызда. Ішкі салоны осындай жағдайда, былғары салонымен автокөлік E комплектациясындағы AMG нұсқасындағы Mercedes-Benz-тердің бір көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса. Сонымен достар, 94 жылғы Camry ақ түстегі 3 қозғалысымен 1/8 сұрап тұр екен. Автокөлікті телефон номерін көріп жіберейік. Осы номерге хабарласып қойсаңыздар болады. Автомат қорапта екен бұл автокөлік. Өздеріңіз байқағандай қималы дискісімен тұр. Артқы парковкамен Camry 10-дық. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Осындай варианттар бар. Сонымен келесі көлігіміз механика түрдегі 94 жылғы Carina E универсал 1/6 бағасын біліп қойып 2.480 сұраған бағасымен көлік иесіне хабарласып біліп алсаңыздар болады. Автокөлік төбесінде рейлингі бар, универсал түрдегі осындай жағдайдағы Carina E-ның бірі. Көріңіздер достар, көлік ұнаған болса, хабарласпаңыздар. Сонымен арзан қатардағы бір Camry 20 көріп тұрмыз. 98 жылғы 2/2 автоматымен 2.800.000 сұраған бағасымен алдыңғы жетектегі Toyota Camry қималы дискісімен велюр салондағы көліктердің бірі. LE комплектациясында артқы камерасы бар екен. Артқы бампері шашырған. Өздеріңіз байқағандай 2.800.000-ге осындай бағадағы автокөліктер бар. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Mitsubishi спецвагон дегенсегі газ бензин 92 жылғы 2 қозғалтқышымен екен. Алдыңғы жетекте 2 миллион сұрап тұр екен. Телефон номер назарларыңызда. Төбесінде люгі бар, рейлингі бар. Минивэн 7 орындық автокөлік велюр салонда. Қималы дискісімен өздеріңіз байқағандай. Көріңіздер достар, осындай Барс базарындағы көліктердің бірі. Арзан қатардағы, хабарласыңыздар. Сонымен достар, Барс базарындағы арзан қатардағы автокөліктердің бірі 91 жылғы өздеріңіз байқап көріп тұрғандай Mazda 626 седан түрдегі әйгілі Маздалардың бірі, нағыз жұмыскер көліктердің бірі. 7.500.000 сұраған бағасы. Бұл қызыл түстегі Mazdaға темір дискіде тұр. Қасында ақ түсте тағы бір Mazda тұр. Екі қоя бұл. 90 жыл екен бұл автокөлік. 91 болса қызыл, 92 механика.
660 мың сұраған бағасы, 660 мың. Көлгесімен хабарласып, тағы да түсіріп көрсеңіздер болады. Саудасы бар деп тұр. Көріңіздер, көліктер ұнаған болса хабарласпаңыздар. Сонымен достар, арзан қатарда тағы да бір көлік тұрмыз. ЗАЗ Шанс деген автокөліктердің бірі, 1 миллион 400 Нексияның моторы тұр дейді. 2011 жылғы екен. Телефон номер назарларыңызда. Механика қорапта бұл автокөлік. Қозғалышы неше? 1.6 ма? 1.5 қозғалышымен. Сыртқы көрініс осындай. SX комплектациясымен дейді. Көріңіздер достар, осындай вариант іздеп жүрген кісілерге осындай арзан қатардағы көліктер бар. Сонымен арзан қатардағы Passat түсір деген кісілерге Volkswagen Passat 90 жылға универсал 1.8 Mono деп тұр. 1.5 сұрап тұрған бағасы, телефон номер назарларыңызда. Төбесінде люк және багаж рейлинг, артында паркоп. Осындай қара түстегі арзан қатардағы Volkswagen Passаттардың бірі. Көріңіздер, осындай бағалармен танысып көлігесімен хабарласпайсаңыздар болады, көлік ұнаған болса. Сонымен достар, Барс базарындағы арзан қатардағы Нива автокөлігін түсірейік. Осы базарды шулатқан Нивалардың бірі. 2003 жылға 1.7 механика, 3 миллион 800 сұрап тұрған бағасы, телефон номер назарларыңызда. Төбесінде мынандай мықты багажымен автокөлік. Айгілі Нивалардың бірі. Есігі ұзын, кең, нағыз тау таста. Мынандай дөңгелекпен жүретін көліктердің бірі. Көріңіздер, осындай көлік іздеп жүрген экстремал кісілер болса, көріңіздер, хабарласпайыңыздар. Автокөліктің жағдайы осындай. Сонымен достар, тағы бір Camry 15 көріп тұрмыз. Toyota Camry 15 94 жылғы 2.2 автоматымен 1 миллион 800 сұрап тұрған бағасы. Телефон номер назарларыңызда, өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді автокөлік шаршаған. Көліктің жағдайы осындай. Без комментариев дейміз. Комментарий қоспай қояқ. Өздеріңіз байқап көріңіздер, айналдырып бір түсіріп жіберейік. Тағы да Volkswagen Passat арзан қатардағы 92 жылға 1.8 5 саттан тұратын механика қорабымен 1 миллион 900-ге. Бұлғары салон деп тұр. Төбесінде рейлингі бар. Автокөлік жабық тұр. Сыртынан көрсете салайық. Механика қораптағы қималы диск салып қойған екен. Автокөлікке көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса. Сонымен достар, арзан қатарда Барс базардағы Audi селедка түсірген кісілерге 90 жылға 2.3 механика 1.4 сұраған бағасы, телефон номер назарларыңызда. Тағы да бір телефон жазып қойыпты. Осындай механика қораптағы Audi селедка. Аңыз болып кеткен көліктердің бірі Audi 100. Көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса. Сонымен достар, арзан қатардағы Legacy көріп тұрмыз. Универсал Subaru Legacy. Телефон номер көрсетіп назарларыңызға. 2 миллион, төбесінде рейлингі бар. Саудасы бар ғой? Бар ғой саудасы? Саудасы бар деп тұр. Көлігесімен саудалассаңыздар болады. Артқы багажын ашып қойған. Автокөлік бұлғары салонда. Өздеріңіз көріп тұрғандай автомат қорабымен осындай жасыл түстегі универсал Subaru Legacy'дің бірі. Көріңіздер, көлік ұнаған болса хабарласпаңыздар. Сонымен достар, арзан қатардағы 2013 жылғы Priora көріп тұрмыз. Lada Priora 1.6 механикасымен 1 миллион деп жазып қойыпты. Телефон номер назарларыңызда. Осындай түрдегі Priora Lada қыстық резинасымен тұр, қималы диск. Орыс тіркелімде 2010 жылға Lada Priora. Көріңіздер, хабарласыңыздар,
осындай көлік іздеген кісілер болса. Сонымен достар, бүгінгі видео түсірілім осындай болды. Видео пайдалы болған болса, астына лайк басып, арнамызға тіркеліп жазылып, өз пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Біз келесі жексенбіге дейін сіздермен қоштасамыз. Аман сау болайық.